Қайырлы күн, құрметті оқушылар мен әріптестер, басқа да көрермендер, Еоглобус каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ тақырыбына тоқталатын болсақ, 9 сынып бойынша ол халықаралық ұйымдар, тарихи география аймақтар. Бүгінгі сабақ мақсаттарына қарастыратын болсақ, ол халықаралық ұйымдарды деңгейі мен мақсаты бойынша жіктейміз. Соның ішінде Қазақстанның қарастыра кетеміз, үлес салмағын. Тарихи география аймақтар бойынша сипаттау және картадан көрсету табылады. Енді бізде бірінші сұрақ ол не себептен мемлекеттер халықаралық ұйымдардың мүшесіне айналады? Қажеттілік қандай? Қандай себептері, мысалы, кез келген мемлекет бір белгілі бір ұйымдардың мүшесіне кіреді? Жалпы қарастыратын болсақ, жалпы халықаралық ұйымдар мақсаттары қандай? Бірінші, ол бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтау мақсатында кез келген мемлекет ұйымның мүшесіне айналады. Халықаралық ынтымақтастыққа жәрдемдесу мақсатында, көмектесу үшін, бір мәселе шешу мақсатында, экономика сауданы дамыту мақсатында, халықаралық сауданы жүргізуде, одан кейін экология мәселелер шешу туындаған жаһандық. Одан кейін адам құқықтарын қорғау мен гуманитарлық көмек көрсету мақсатында бірігеді. Одан кейін жалпы айтатын болсақ, тұрақты дамумен қамтамасыз ету жалпы мақсат. Енді жалпы интеграция бірлестік дегенде осыдан туындайды. Оған ол қатысушы мемлекеттер кеңістігінде белгілі бір салаларда ортақ саясат жүргізетін одан жоғары құрылымдар есептеледі. Мысалы, мына картадан қарап, жәнегі орналасқан ұйымдар көруге әр құрлықта орналасқан. Және экономикалық, саяси ұйымдар болуы мүмкін. Енді жалпы келесі халықаралық ұйымдар қандай түрлерге бөлінеді? Қарастырып шығайық. Бірінші, ол қатысушы құрам бойынша. Екінші түрі географиялық қамту бойынша. Үшіншісі қызмет саласы бойынша бөлінеді. Мысалы, қатысушылар саны бойынша бұлар құрам бойынша бұлар бөлінеді. Үкімет аралық ұйымдар болса, яғни ресми ұйымдар, айтатын болсақ, Біріккен ұлттар ұйымы, дүниежүзілік сауда ұйымы, ТМД деген сақылды. Екінші, үкіметтік емес ұйымдар, бұл жерде Қызыл Крест, Greenpeace деген сақылды ұйымдар жатады. Екінші, географиялық қамту бойынша бірінші деңгейде ол ғаламдық ұйымдар есептеледі. Әлемнің барлық елдеріне ашық. Одан аймақтық дейді. Аймақтық деген белгілі бір аймақтағы мемлекеттер не істейді? Бірігеді. Сауда мақсатында жүргізу үшін, мысалы, өздерінің көршілес мемлекеттермен бір ұйымға ұйымды құруы мүмкін. Келесі, қызмет саласы бойынша бұлар бөлінуі мүмкін. Саяси немесе экономикалық бағытта. Екінші, әскери немесе гуманитарлық бағытта бірігеді. Одан мәдени және ғылыми және экологиялық бағытта бірігіп бір мәселені шешеді. Келесі енді сұрақ, бізде ең алғашқы әлемде пайда болған халықаралық ұйым. Оны біз барлығымыз білеміз. Ол ең бірінші бізде Қызыл Крест пайда болған. Ол 1860 жылғы ұйым болып есептеледі. Енді келесі бізде тапсырма беріледі. Тапсырма бойынша бізге не істеу керек? Қазір интернетті қолдана отырып, қайсысы бірінші деген келесі сайтта берілген логотиптер бойынша халықаралық ұйымдарда пайда болу хронологиясын құрастыру керек. Соған байланысты қай жылы құрылған жылы және ұйымның қызметі, қандай қызмет атқарады, нені атқарады, соны қысқаша жаза кетеміз. Яғни мына жерде бізде логотиптер берілген. Алты логотип қарап шығамыз. Аттар бойынша таныс шығар. Біреу Интерпол, НАТО және ОПЕК елдері, Біріккен ұлттар ұйымы, және ұлттар лигасы, одан кейін біздегі дүниежүзілік валюталық қор есептеледі. Солардың логотиптері берілген. Әрқайсысының қай жылдар келесі сайтта тағы да осылайша 5 логотип берілген. Бұларды анықтап не істейміз? Әрқайсының қай жылы құрылған және қандай қызмет атқарады, соны жаза кетеміз. Келесі енді тоқталатын болса, жалпы біз қарастырғанымыз халықаралық ұйымдар, оның қызмет түрлері бойынша бірнеше түрлері бөлінеді. Мысалы, саяси тұрғыда саяси дипломатиялық қатынастар дейді. Бұған Біріккен ұлттар ұйымы мен ОБС дейді. Мысалы, Еуропаны қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы болып есептеледі. Одан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы бұған жатады. Ары қарай экономика ұйымдарға, бұл атайып тұрғандай сауда жүргізу мақсатында әскери қорғаныс пен қауіпсіздік, НАТО мен ОДКБ, гуманитарлық, яғни төтенше жағдай кезінде көмек көрсету, құқықтарын қорғау дейді. Қызыл Крест, ЮНИСЕФ жатады, Біріккен ұлттар ұйымының. Мәдени және ғылыми тұрғыда дамыту мақсатында ЮНЕСКО, экологиялық тұрғыда бізде мәселе шешуде Біріккен ұлттар ұйымы ЮНЕП бағдарлама жатады. Енді мұнда қарап отыратын болсақ, бізде Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ол бізде және айтатын болсақ қайсыған жатады? Кесенішті қарайтын болсақ, ол бізде саяси ұйым болып есептеледі екен. Ары қарай Еуропа одағы, бұл айтамыз экономика ұйым болып табылады. НАТО әскери ұйым болып табылады. ASEAN бұл аймақтық экономика ұйым болып есептеледі.
Енді келесі тапсырма дейді, Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейін қандай халықаралық ұйымдарға мүше болған жылдарын анықтап кестені толтыру керек. Мұнда кесте берілген. Кесте бойынша бізде Қазақстан осы ұйымдарға мүше болып есептеледі. Яғни қай жылы мүше болған жылын анықтаймыз, қай жылы кірген екен Қазақстан, және де Қазақстанның қатысуының негізгі мақсаттары, неге сол ұйымға мүше болды, қандай мақсатта деген сияқты соны іздеп толтырып шығамыз әрқайсысын. Жақсы, енді келесі мына жерде қарайтын болсақ, 9 сыныптың 146 бетін қарайтын болсақ, басқа да ұйымдар бойынша мына жерде орналасу бойынша әрқайсысын талдап шығуға болады. Экономика ұйымдар бойынша қызметтер қандай түрлері, қай жерде орналасқан. Келесі сұраққа тоқталайық. Келесі сұрақ бойынша бізде саяси картадан елдердің географиялық орнын біз қалай анықтаймыз дегенде, мысалы біз физикалық картадан кез келген нысанды анықтай аламыз ғой, қай жерде орналасқан. Енді елдер анықтаған кезде біз неге жүгінеміз деген секілді. Бұл жерде бізде тарихи географиялық аймақтарға назар аудару керекпіз. Кез келген елді сипаттаған кезде ол қай аймақта, яғни материктің қай бөлімінде орналасқан, соны біз білу керекпіз. Келесі картамен жұмыс істейді. Оқулықтың 148 бетіндегі картасы бас қолданады. Дүниежүзілік саяси картасынан тарихи аймақтарға кіретін елдерді анықтау керекпіз. Яғни мына жерде қарап отырып, әр аймаққа қандай мемлекеттер кіреді, соларға мысал келтіріп жазып шығамыз. Енді сол тарихи география аймақтарға байланысты ары қарай танысайық. Келесі кесте бойынша мысалы әр аймақтың қандай ерекшеліктері бар. Мысалы батыс Еуропаға бөлінген. Батыс Еуропа өзі жалпы Еуропа мәдениетінің бесігі болып есептеледі. Негізі осы жерде бізде өнеркәсіптік революция орталығы болып есептеледі. Бұлардың барлық мемлекеттер кезінде отаршыл империялар болып есептеледі. Шығыс Еуропа Византия мен КСР ықпалы, батыс пен шығыс мәдениетінің араласуы, таяу шығыс әлем діндерінің туған жері болып есептеледі. Мұнай ресурстары көп, көбінесе бұл жер саяси тарихи тұрақсыздықтар болып тұрады. Оңтүстік Азия ежелгі өркениеттер, діндердің әртүрлілігі, халықтың жоғары тығызы есептеледі. Жәнегі Үндістан мемлекет деген секілді. Шығыс Азия ежелгі өркениет, яғни 20-25 ғасырдағы қарқынды экономикалық өсу болып табылады. Қытай мемлекеті. Оңтүстік шығыс Азия мемлекеті. Бұл жерде айтатын болсақ, Қытай мен Үндістан ықпалы отарлық өткені стратегиялық жағдай болып есептеледі. Бұл жерде Таиланд, Мьянма мемлекеттері орналасқан, Вьетнам мемлекеттері деген секілді. Орталық Азия, яғни біз Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан деген секілді, және Тәжікстан мемлекеттері. Ұлы жібек жолы түркі мен парсы ықпалдарының посткеңестік болып есептеледі. Ары қарай мынау бізде жәнегі кесте жалпы барлық географиялық аймақтар Евразия материгіне қатысты болып есептеледі. Енді келесі қалған материктер бойынша бізге беріледі. Ол Африкадан бастайық. Африканың оңтүстігіндегі Африка, Сахараның оңтүстігіндегі Африка этникалық топтар мен тілдердің әртүрлілігі отарлық өткен кезең экономикалық қиындықтар болып есептеледі. Солтүстік Африка араб және ислам мәдениеті ежелгі өркениеттердің бөлігі, Египет болып есептеледі. Латын Америкасы, бұл жерде Испаниядан бастап Аргентинаға дейінгі аралық, Испания мен Португал әсері, жергілікті американдық мұра, әлеуметтік экономикалық теңсіздік. Солтүстік Америка урбанизация мен экономикалық дамуының жоғары деңгейі, иммигранттардың мәдениеті. Австралия мен мұхиттық аралдар шалғай жатқан, британдық ықпал аборигендердің мәдени мұрасы болып есептеледі. Енді бүгін салтын аяқтайтын болсақ, оқулықтың 152 бетіндегі тест жұмысын орындап шығамыз 9 сынып бойынша. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақты түсінікті болатын болса, каналға жазылайық.